Қолыңыздың жиі үйіп қалуы тегін емес, қолдың үйіп қалуы кімге болса да таныс нәрсе. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сіз естіп білмеген ақпараттың болатынына сенімдімін. Достар, қазақша контенттің дамуына қолдау білдіріп, арнаға тіркеліп, лайк басып, пайдалы видеоларымызды қарап жүріңіз. Сіздің оп-оңай болмашқан әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қолдың үйіп қалуы кімге де болса таныс нәрсе. Ол көбіне адам жайсыз жатып қалғанда, киім қысқанда болады. Бірақ көп уақыт өтпей-ақ өздігінен басылады. Дегенмен кейде қол саусақтары ешқандай себепсіз үйитін да кездері болады. Ал мұндайда дәрігерге көрінген дұрыс. Өйткені оған аурулар да әсер етіп жатқан болуы мүмкін. Мысалы, мойын аумағының остеохондрозы кезінде оң немесе сол қолдың саусақтары үйуі мүмкін. Қарақыс аумағындағы орталық жүйке ұлпалары қысылып қалса да, адам саусақтары үйиді. Оған қоса ауырсыну пайда болғанын сезінеді. Оған көбіне компьютермен жұмыс істейтіндер бейім. Сондықтан олар дене жаттығуларын жасап тұруы керек. Полинуурия деген ауру бар. Оған ұшыраған адамдардың саусақтарындағы жүйке қосылыстары бөлінеді. Саусақтары үйіп, сосын оған ине сұққылап жатқандай жыбырлайды. Бұл витамин жетіспеуінен, темір жетіспеушілігі анемиясынан, панкреатиттен, қант диабетінен, түрлі инфекциялық аурулардың кесірінен болуы мүмкін. Сондай-ақ Лино синдромы деген ауру кезінде саусақтары үйиді. Ол саусақтардағы ұсақ қан тамырлардағы қан айналымы бұзылуынан пайда болады. Яғни ұсақ капиллялар мен артериялар бүлінеді. Екі қол саусақтары үйіп қана қоймай ауырып мазаны алады. Мұндай ауруға ұшырамас үшін қолды мұздай суға көп батырмау керек. Ыдыс-аяқты кір жуғанда арнайы қолғаппен жуғаны дұрыс. Ауруды асқындырмас үшін дәрігерге көріну керек. Қолдың жоғарғы жағындағы артерия тамырында тромб пайда болса, сол қолдың саусақтары үйиді. Егер 1 сағат бойы тоқтамаса, онда дәрігерге тезірек көрінген жөн. Әйтпесе жасу жалпаларында невроз пайда болуы мүмкін. Ал мұның соңы қолды операциямен кестіруге соқтыру қаупі бар. Майда тамырлары түйіссе де, тірек қимыл мүшелері үйиді. Бұл инсульттың белгісі. Мұндайда көбінесе бір қол үйиді, қан қысымы көтеріліп, басы қатты ауырады. Ондай жағдайды сезінген сәттен-ақ дәрігерге көрінуі керек. Аяқ қолдың үйуі, ревматизм, түрлі жарақаттар алуы, буындар қабынуы, эндокриндік аурулар кезінде де байқалады. Сондықтан оның нақты себебін өз бетімен анықтау қиын. Невропатологқа көріну керек. Қысқасы, аяқ-қолдың үйуінің себептері көп. Ол қолайсыз жатып қалу, аз қимыл әсерінен болса, онда түрлі дене жаттығуларынан-ақ басылады. Қалай емделеміз? Дәрігер қажетті сараптамадан өткізген соң арнайы ем жүргізеді. Көп жағдайда дәрінің көмегіне жүгінбейді. Аяқ-қолдың үйуі, салауатты өмір салтын ұстансаңыз жазылатынын ұмытпаңыз. Бастысы қимыл қозғалысты реттеңіз. Дұрыс тамақтаныңыз, қанттың мөлшерін азайтыңыз, дәрумендер қабылдаңыз, жағымсыз әрекеттерге нүкте қойыңыз, артық салмақтан арылыңыз. Ендеше тексерулерден өтіп, қажетті ем алудан қашпаңыз, саулығыңызды сақтаңыз. Талай сырқатқа тосқауыл болатыныңызды біліңіз. Витамин жетіспеушілігінің алдын алыңыз. Көп адамдар халық медицинасын елемейді, ал мен дәрігерге қаралғаннан көрі соның тәсілдерімен емделгенді дұрыс көремін. Дәрілік өсімдіктер туралы кітаптар, газет, журналдар жинақтаймын. Ауырған кезде де сондағы емдерді пайдаланамын. Бүгінде көп деген адамдар күн көріс мақсатында қатарынан 2-3 жұмыс істейді. Ондайда дем алуға, өзіңді күтуге уақыт болмайды. Көп жұмыс істегендіктен ағзаға көп мөлшерде витаминдер мен дәрумендер қажет болады. Ондайда біреулер дәріханадан дайын витаминдерді алып ішсе, екіншілері денсаулығына мүлдем көңіл бөлмейді. Соның салдарынан кейін түрлі аурулар тауып жатады.
Ал халық медицинасындағы дайын рецепттермен ағзадағы жетіспейтін витаминдердің орнын толтыруға болады. Бірінші көлемі үлкендеу бір алманы өткіштен өткізіп, ыдысқа салып, оған жаңа сығылған апельсин шырынын қосыңыз. Оның үстіне бір уыс грек жаңғағын қосып, аздап бал араластырыңыз. Осы салатты таңертең жеп шықсаңыз, ол ағзаңыздағы қажетті түрлі витаминдерді толтырып отырады. Екінші, бір жұмыртқаның сары уызына бір лимон шырынын қосып, оған аздап бал араластырыңыз. Бұны таңертеңгілік ас алдында ішіп жүру керек. Үшінші, ал мына рецепт ағзаңыздағы авитаминоздан құтқарып, қана қоймай ағзаның жұмысын жақсартып, бүйрекке көмектеседі. Бір стакан сұлыға 5 стакан су құйып, баяу отта қоюланғанша қайнатыңыз. Судан кейін оны ұсақ көзді сеткадан өткізіңіз. Қанша шықса сонша мөлшерде қайнатылған сүт құясыз. Оны суытып, үстіне 4 ас қасық бал араластырып, күніне жарты стаканнан 4 мәрте ішіп жүріңіз. Осы қарапайым рецепттердің көмегімен витамин жетіспеушілігінің алдын алуға болады. Жеміс-жидектер мен көкөністердің молынан пайдаланып, ағзаға керекті витаминдердің орнын толықтыру қажет. Тек құрамындағы зиянды заттардан арылту мақсатында суға салып қойғанда, оларды суда көп ұстауға болмайтынын ескертіңіз болғаны. Ем болсын, видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.